Бүгін біз кері есептер құрып және шығарып үйренеміз. Экранға назар аудар. Дүкенге 2 литрлік 6 бәңкі шырын әкелінді. Дүкенге барлығы неше литр шырын әкелінгенін тауып көрейік. Есепті шешу үшін алдымен сызбасын сызайық. Кесінді сызамыз. Енді 2 литрлік бәңкілерді белгілейміз. Барлығы неше литр шырын? Дұрыс, білмейміз. Сұрақ белгісімен белгілейміз. Өрнек құрастырайық. 2 көбейту 6. 12 литр шығады. Ендеше дүкенге 12 литр шырын әкелінді. Ал енді кері есеп құрастырып көрейік. Кері есеп құрғанда белгіліні белгісізге айналдыру керек екені есімізде. Берілген қай сан белгісіз болады? Ойланып көр. Дұрыс, енді бір бәңкіде неше литр шырын бар екені белгісіз. Есеп құрастырамыз. Дүкенге 6 бәңкімен барлығы 12 литр шырын әкелінді. Әр бәңкіде неше литр шырын бар? Сызбасын сызып, есепті шығарайық. Кесінді сызамыз. 12 литр деп жазамыз. Бәңкілерді кішкене сызықтармен белгілеп шығамыз. Бір бәңкіде неше литр? Дұрыс, белгісіз. Сұрақ белгісін қоямыз. Бір бәңкіде неше литр шырын бар екенін табу үшін 12-ні 6-ға бөлеміз. 2 литр шығады. Жауабы әр бәңкіде 2 литр шырын. Біз кері есеп құрастырдық. Есіңде сақта. Кері есеп құрағанда белгіліні белгісізге айналдырамыз.